Пирогты бұрын соңды неге жасамағанмын деп таңғалып отырмын ғой. Рафаэлло пирогы өте нәзік, өте дәмді, әрі жасалу жолы да өте оңай екен. Қолжетімді заттармен жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ерітілген сары май, жұмыртқа, қант, үшеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Үстінен ұн, разрыхительді салып қамыр илейміз. Бірден начинкасын жасауға кірсеміз, бізге начинкасына қаймақ 20%-дан жоғары болу керек, сгущенка және де кокосовый стружканы жақсылап араластырамыз. Соңында кукурузный крахмал салып жіберіңіздер, сонда начинкасы жақсы болып піседі. Қамырды бірден формаға жайғастырып шығамыз. Үстіне начинкасын салып, пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз әбден суығаннан кейін қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне кішкене шоколадтар жағып, үстіне кокосовый стружкадан сеуіп шықтым. Әбден суығаннан кейін кестім. Қараңыздар, өте дәмді болып шыққан, әрі нәзік. Барлығы қолжетімді заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Парақшам өте пайдалы. Парақшаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ал баршаңызға ас болсын.